Өткен демалыс күндері Оралда ашық әкімдік шарасы өтті. Шараға қатысқан 400-дей тұрғын облыс және қала басшысына тікелей жолығып, түрлі сауалдарына нақты жауап алды. Әсіресе азаматтарға жаңа әлеуметтік саясатты түсіндіруге басымдық берілді. Теректі районынан келіп тұрмын, Шаған ауылынан. Әкімнен көмек сұрап келіп отырмын. Жолдасым қайтты, 3 балам бар. Үйім жағдайын айтып, тұруға келмейді да үйімді. Айта кету керек, шараға келгендердің 70-80% өзге емес, қала және облыс басшысына ғана жолығуды қалады. Сондықтан олар отыратын аймақта ұзын-сонар кезек қалыптасты. Жолдасы такси. Өзінің тұрақты жұмысы жоқ. 4 баласы бар, 4-еуі де кәмелетке толмаған. АСП алмайды. Социальный паспорт толтырамыз сізге қазір. Әлеуметтік паспорт. Үйтемізде әр балаңызға 20.789 теңгеден береміз апрельде. Тәттігүл Баниязова 5 баласымен ауылда тұрады. Үлкен ұлы мүгедек, өзі жұмыссыз. Жолдасы отбасын асырау үшін қалада еңбек етуге мәжбүр. Атаулы әлеуметтік көмек алуға тұрақты тіркеудің жоқтығы қолбайлау. Мен бір жалғыз басты қайнаған үйіне отырып едім. Ода айыс балады екен. Анда барсам, енді пропискаға екі жерден екі өтініш болмайды дейді, бір жерде. Пропискаға көмектессе, хотя мен балдарыма, хотя 3 жасқа дейін отырсам да беріп жатқан ақшасын алсам деймін сол үшін. Банктерде азаматтар кеңес алу үшін кезек күтіп уақыт жоғалтатын болса, бұл жерде тұрғын үй жинақ банкінің мамандары әр тұрғынның қаржы жинау мүмкіндігін есептеп, несие алу шарттарын түсіндірді. Сондай-ақ шарада ұжым атынан бұйымтайын айтқандар да болды. Мәселен, Жаңғырхан көшесіндегі нөмірі 11 үйдің тұрғындары баспананың шатырын жөндеуге биліктен көмек сұрайды. Аварийное положение в доме. Біздің үйіміз апатты жағдайда, 90 пәтерлік тұрғын үй. Шатырдан су сорғалайды. Салдарынан электр жарығын пайдалана алмай отырмыз. Өзім 3-ші қабатта тұрамын, 2-ші топ мүгедегімін. Кішкентай балалары бар отбасыларға тіпті қиын. Ойнап жүріп жарықты қосып қалса өрт тұтама деп қауіптенеміз. Тұрғын үйді жаңғырту бағдарламасына қатысуға құжаттарымызды дайындап қойдық. Бұл жолы ашық әкімдік шарасы жоспарланғандай түскі 1-ге дейін емес, кешкі сағат 5-ге дейін созылды. Әр тұрғынның мәселесі мұқият тыңдалды. Бірінші басшылардан бөлек олардың орынбасарлары, басқарма және бөлім басшылары да қабылдау жүргізді. Облыс тұрғындарына әлеуметтік қамқорлық шаралары егжей-тегжейлі айтылды. Көбіне жұмысқа орналасу, баспана, кәсіп ашу, жер телімдерін алу бойынша кеңестер берілді. Жеке бастың мәселесін күйттемей, ортақ құндылықтарды бағалауға шақырғандар да табылды. Мен өңір тұрғындарын қаланы сүюге шақырамын. Оралдың тазалығы бәрімізге ортақ. Аялдамаларға жарнаманы әлем-жәлем қылып жабыстырып кете береді. Темекі тұқылы бос бөтелкелерді көрінген жерге тастайды. Жасым 70-ке жақындаса да, мен бұл бассыздықтарға бей-жай қарай алмаймын. Ашық әкімдік шарасы облыс орталығымен қатар аудандарда да өтті. Бұл күні мемлекеттік органдарға жалпы есепте 800 адам жолықты. Оның 400-і әлеуметтік мәселелер бойынша келгендер. Назерке Тоғжан, Рүстем Исжанов, Нұртай Батырғали, Ақжайық арнасы.